Ассалаумағалейкум ағайын, қал жағдайларыңыз қалай? Үй іші, бала шаға аман есен жүріп жатсыздар ма? Тағы күні бәрте амандаса кетейін дегенім ғой. Ал жаңағы сөздің арасында міне дәлел ретінде түсіре кетейін деген мына видеоны көрсетіп жатсам қазір. Керек болып жатса көрсетейін деген ойда түсіріп жатырмын. Қайырлы таң болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Міне, бала шағаны асырау үшін қазір мынау енді қыстық болып салынғаннан кейін апельсин өсіріп қойған. Тұқымдан өсіп. Қияр, помидор, мынау қазір ана кезде қатты суықта сүтіп алдым. Екі жақты боковойды ашам деп. Түтін қайтты да. Ақша жоқтың кесірінен болып қалды да, мынау трубалардың бәрі ар жағы жіңішке. Бар тапқанын салдым да мынау. 1 миллион кредит алдым дедім ғой. Мынаған. Мына полукарбонат 10 микрондық. Мен ютубтан қарап сатып алуға тура кетті. Осылай бала шағаны асырау үшін салып жатырмын. Осыны көркейтсем ба деймін да. Мен егер 5 миллионды алатын болсам, тура осы 10-да ана жаққа тағы да екеуін салуға жетер еді. Заты ертерек өзімді қамтамасыз етер едім де семьямды. Қазіргі семьямның жағдайы шүкір Аллаға. Ел қатарлы тамақ ішіп отырмыз, ел қатарлы жүрміз. Енді жетіспеушілік әр үйде бар ғой, жетпей қалады ғой, қу дүние ғой. Материалға да ақшам жоқ болды, 1 миллион ғана тигеннен кейін ана Алматыдан заказбен мыналарды алдырдым. Бұлардың нелері бар менде, шектері, несі, әлі тұр үйде. Бұны кредит алып алдым. Жақсы, екінші айда 27 градуста аяз болған кезде мынаның ішіне от жақтым, гүрілдетіп тұрып. Ішін 15 градусқа ұстаттым. Значит, қысқа да бізге болады. Алла қаласа оны да көрерміз. Көктемнің бәрін көріп келе жатырмын ғой. Осы енді маған көмек ретінде осындай нәрсені қазір мен чотымда да ақша жоқ, өзім аресттен қайта ана миллион кредит алып алғам, мынаның жағдайы мынау. Сонымен қиналып қалып жатқан жайым бар. Өмір болғаннан сондай ғой, енді мені бір қолдау көрсетіп жерсе бизнесмен болып алсам деймін. Мақсатым сол. Семьямды бағуға мынау бірден бір сеп болып жатыр. Ең маңыздысын айтайын ба, бұл жұмысымның ең маңыздысы таза да. Өнім. Таза өнімді. Бір тал қияр жесең де таза жейсің ғой. У беріп жатқан жоқпын мен Қытайдың. Ешқандай. Мына топырақ только не. Малдың кезегі 2 жыл, 3 жыл жатқан. Міне сыртқы бейнесі. Үйде 2 балкон. Үйде қалды. Ой, мынаның ішінде қалды теплицаның. Ауаны алмастырғанға деп өзімше план құрағам. 10-да 10. Мынаның бір штук листі 55 мыңнан келді Алматыдан. Ұзындығы 6, ені 2-де 10. Полукарбонат. 10 микрон. Қазір ар жағынан көрсетейін. Үйдің мына жағына келдік. Бүгін таң атпай, бүгін 19-ды 5-ші ай 2023. Міне, мына жағын талын бәрін кесіп жатырмын. Алла қаласа, мына жаққа да теплица түссем ма деймін. Енді мынаға шықтық. Міне, 10-ның мынаншама болды. Мына жерге 10 мынандай теплицадан бір 3-4 қатарынан түседі ғой. Сен кейін болашақта Алла қаласа
бизнес планым былай қарай түсіріп, мын жағынан түсіріп тастасам, сонда мынау самолет сияқты болып қалады ғой. Сондай желде көтермейді. Қазір бізде Алакөлдің ауа райын мен сан тексердім. Мына бір үйдің мына бір жерге мен балдақпен жүріп салғам. Ол 11-де 4 болған. 250 мың ақша берді. Ол таза пайдаға. Өзін шығынын шығарып сап. Мынау Алла қаласа енді өзіміздің ауылда асырайма деп тұрмын. Арзан бағада Қытай емес. Мен жол ақы дегенді алып тастаймын мүлде. Қытай жақтан келетін нәрселердің бәрі жол ақы бәрі есептеліп кетеді ғой, содан кейін қымбат болып кетеді. Ал бізде таза өнім шығару осы. Ал енді өкіметтің қандай да көмек болса, осындай жігіттерді қолдап жіберсе, шіркін нұр үстіне нұр болар еді. 5 миллионды алсам мың жерге салдырам. Видео отчет болады. Менің YouTube каналым бар. Ахметов Мақсат десеңіздер. YouTube каналымнан шыға келесіздер. Ал маған жазылып қойыңыздар. Тіркеліп қойыңыздар. Мен үйімнің көлемінде не бар көрсете кетейін дегенім ғой. Бұл бақшада әке-шешем осымен асыраған ғой бізді кезінде. Бұл бақша осы үйдің атында. Соя егіп садым. Қалайда бизнесмен боламын деген не ғой. Күздігінде бір қызым оқуға тапсырсам ма деп жатырмыз. Қиналып қалмасын деп. Мынау бір бақша. Қазір ан жақты көрсетем. Сосын еске түс кетті ғой. Қайтарымсыз 550 мың алдым. Содан кейін мен қазір миллион бірдеңені аламай отырмын дедім ғой. Мынау ғой. Қайтарымсыз 500 мыңды алғам. Мен сатып жіберген жоқпын бұны. Бұл болашақта керек болады. Білімім бар. Инкубатор бұл. Балапан шығарады. Қараңғы болып тұрғаны. Міне. Ішінде жұмыртқа тұрады, анада су тұрады. Ішінде свет жанады. Қазір тоқ болмай тұр, әйтпесе көрсетіп берерім. Істеп тұр бұл. 350 балапанды шығарады автомат. Одан кейін мынандай қолдан жасағанбыз біз. Бөле ағайын екеуміз. Бұл да рабочий. Көрініп тұр ма? Қолдан жасалған бұл. Мына жерден қарап отырасың жұмыртқасын. Ау жерде, мына жерінде несі бар? Темірі. Көтересің, түсіресің. Анау жұмыртқа бұлай қозғалып тұрады, лист. Анау сияқты. Анада да солай қозғалып, бұл автомат. Бұл суын төбеге қоқып қоясың, болды. Мынау брудер. Мынау керісінше жатыр, негізі бұлайнан тұрады ғой. Брудер деген тауық жатқызып қойған ішінде. Пока істе жоқ қой. Қазір көрсетейін брудердің де ішін. Опс. Енді шаң болып кетті мына жер. Оған қарамай, тоқта қалған бизнес болғаннан кейін, қазір бизнесім басқа болғаннан кейін қаралмай отыр. Негізі істеп тұр. Анадан су ішеді. Жанымен жатыр ғой просто. Анаған су құйып қоясың жерге. Бачокқа. Болды. Каждыйіне 50-50 балапаннан салып. Светтері бар. Күлчатыл бәрі орында. Құр жатқызып қойғам ғой қорағына. Кіші қораға алып кеп жатқызып сағам. Мынау екінші бақша. Бұғанда соя егіп сағамыз. Екі бақшаны қосқанда гектар болып тұр ғой. Енді жетпейді енді. Бұйыртса мына жерден тырысып атырмын қайты. Мына жерден құдық шығарсам ба деп. Су жағы кішкене не болып қалады да.
Былтыр қатыным қайтыс болған кезде өзімді кетіп қала жаздап қайта есім шыққанда тал егіп тастағам. Қандай дейді қазақтарда? Қазақ атамыз айтады ғой. Атадан мал қалғанша тал қалсын дей ма? Сондай жерге дейін дайындалып, оған 250 түп алма ағаш сыйды ғой. Мен отырғызып осының ауылдың жастарына арнап кетейін деген ой болған ғой. Қазір бала шағамды асырайын деп мынаны соятып. Енді болашақта жаңағыдай өкіметтен қолдау көріп жатсам, онда мынаны бірақ теплица жасасам, жаңағы бақшаны да теплица жасасам, 1 гектарды жауып алатын болсам, біздің Алакөл қамтамасыз етуге болатын шығар. Міне, Байбала 2-де тұрам. Еңбекші ауылы. Ахметов Мақсат Айтқанұлы деген мен. Көзімде негізі көбінесе очки болады. Күн атып келе жатыр уже болды. Очки тағам. Bir көз көрмейді себебі. Пенсия алам. Өмірлікке шығып алам. Шығып алғанда шығарып тастады ғой. Жазылмайды деп. Жоғары жақтан сондай бұйрық берген ғой маған. Ал қайырлы күн болсын.